Ассалаумағалейкум, құрметті қымбаттылар. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. Ал біз сіздерге бүгінгі жаңалықтарды жеткізуді жалғастырамыз. Қазақстан халық артистерінің үстемақысы 2 есе артады. Министрлік 3 жылға 16,5 миллион теңге сұрап отыр. Үстемақы қазір базалық лауазымдық жалақының 50%-ін құрайды. Жоба қабылданса, ол 50%-ға дейін өседі. Мәдениет және спорт министрлігі Қазақстанның халық артисі құрметті атағы үшін берілетін үстемақы мөлшерін базалық лауазымдық жалақының 100% мөлшеріне дейін өсіруді жоспарлап отыр. Бұл туралы ашық НКА порталында жарияланған үкімет қаулысының жобасынан белгілі болды. Бұған дейін ол базалық лауазымдық жалақының 50%-ын құрайтын еді. Бұл өзгерістер өнер қайраткерлерінің еңбегін бағалау, олардың кәсіби қасиеттерін дамыту және жетілдіру, кәсіби шеберлік деңгейін арттыруға және жаңа өнер туындыларын жасауға ынталандыру, жас буыннан шығармашылық өсуіне және ұрпақтар сабақтастығына қызығушылық арттыру мақсатында енгізіліп отыр. Бізді бақылауды жалғастырыңыз және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз.